Қайырлы кеш баршаларыңызға. Қалайсыздар? Аман есенсіздер ме? Қосылыңыздар. Бүгін жұма, той, домалақ, вечер, отырыс деген сияқты, иә. Қазір мен өзім де сол тойдан келіп отырмын. Настолько қазір ойлаймын. Бұрын деген той десе, ішкен асымызды жерге қойып, би десе, қыдыру десе, ішкен асты жерге қоятын едік. Қазір ойлап қарасам, настолько сознаниямыздың өзгергендігі ма, настолько жаңағы тойда, туған күнде отырғанша лучше бір пайдалы дүние, кітап оқиын, одан да бір пайдалы ақпарат берейін деген осындай ұғымның қалыптасқанына, сондай ойдың қалыптасқанына өзіме таңғалып тәнті болып отырмын. Қалайсыздар, жақсымысыздар? Мен қазір өткенде, помните, неге Германияға баратқан кезде Эрвин Яломның кітабын оқып жатқан болатын. Бұл кісі мықты психологтың, психологияның атасы. И осы жерде «Как я стал собой» деген өзінің өмір баяны жайлы айтылған тұғын. Так, қосылыңыздар сіздер, кішкене күтейік. Кішкене қосылыңыздар. Тойдан келіп, андай қатты сөйлеп ше, дауысым отырып қапты. Кәдімгідей. Не істеп жатырсыздар, сіздер не істеп жатырсыздар? 5-ші күн, жұма күн, кешкі уақыттарда немен айналысасыздар негізі? Негізі қазір Сагит Әзімханның, Әзімхан Сагитовичтің сабағын өте қатты мұқият қарап жүрмін. Өткен 3-ші тоқсанда сабағым мүлдем түсіп кетті. Күнде кешкі уақытта соның сабағын тексеремін. Әзімхан Сагитовичтің. Одан Алия Сагитовна орысша оқиды, орыс классында оқығандықтан қазақ тілі деген мүлдем кетіп бара жатыр. Мен қазақша сөйлеп, ата әжесі қазақша сөйлеп отырса да, қазақ тілінен кәдімгідей көп сөздерге түсінбейді. Сондықтан да оған еще қазақ тілінде сабақтар үйретемін. Сабақтар үйреткенде әліппе оқимыз, диктант жазамыз деген сияқты кешкі уақыттарда. Ал сіздер немен айналысасыздар кешкі уақытта? Қосылыңыздар, тіркеліңіздер. Қандай тақырыпты қозғайын? Өткенде, кстати, мен прямой эфирді жүргізем деген кезде не қылған тұғымын, опросник жасаған тұғымын. Бірақ ол күні ол опросникке күтпей сразу прямой эфир жасап кеттім да, уақытым болып. Қазір сол опросниктегі тақырыптарға ой салатын болсам, маған бір кісі былай жазды, то, что еркектер мені алдап кете береді, неліктен деген. Кімдерде бар осындай запрос? Еркектер мені алдап кете береді деген. Бұл қақтан туындайды негізі? Алдап кету, яғни ең бірінші нәрсе, бұл өзімізден, ішкі менімізден. Яғни сіздің өзіңізді танымауыңыз, өзіңізді біле алмауыңыз, өзіңізді тани алмауыңыз, яғни сіз рұқсат беріп тұрсыз сізді алдауға. Егер де сізді біреу алдап кетіп тұрса, онда осы жерден өзіңізге қарап үңіліп қараңызшы. Сіз қай кезде, қай жерде сіз өзіңізді ести алмай жатырсыз? Өзіңіз алдап жүрсіз. Бізде сыртқы фактордың барлық болып жатқан нәрсенің барлығы, бұл былайда, Люси деген фильмді көргендеріңіз бар ма араларыңызда? Сол Люси деген фильмде не істейді? Сол фильм аяқталатын кезде соңында айтады, главный героиняда, она же бір монстрға айналып кетеді, Люси өзі главный героиня. И сол кезде не дейді, лабораториядағы адамдар, где вы, куда вы исчезли деген кезде, Люси айтады соңында. А я везде дейді, а я везде. Яғни не? Біздің өміріміз негізі қазіргі уақытта болып жатыр ма? Сізге ұнамайтын бір факторлар болып жатыр ма? Яғни бұл сіздің просто ішкі факторыңызды көрсетіп тұр. Мен даусым кішкене отырып тұр. Сырттағы болып жатқан нәрсенің барлығы, яғни сіздің ішкі дүниеңіздегі ішкі факторды көрсетіп тұр.
то, что жаңағы опросникке келетін болсақ, сыртта мені еркектер алдап кете береді деген, яғни сіз ішкі меніңізді, ішкі өзіңізді где-то өзіңіз сатып кетіп тұрсыз, өзіңізді өзіңіз бір жерде алдап кетіп тұрсыз. Не істейді? Ол адамдар келеді да, сіздің өміріңізге келеді да, сіздің дұрыс емес жеріңізді тыңқ еткізіп көрсетеді, как открывашка сияқты да. Біз көбіне түсінбейміз, бізде қалай болып жатады, біз өзіміздің эмоциямызды танымағандықтан, өзімізді толық білмегендіктен біз өзімізді танымаймыз мүлдем. Представляете, настолько сіздерге қазір мен айтып отқан сөзім не айтып отыр мынау деулеріңіз мүмкін, неге бұндай сөздер айтады деген тағы да сіздерде теріс пікір, сопротивление болуы мүмкін. Дәл қазір мен қаншама әйелдермен жұмыс жасай отырып, осы нәрсені мен өткен өзімде содан өткенмін. Өзіңді танымағандықтан не істейсің, сенде бір жайсыз күй болады. Болады ма араларыңызда жаңағыдай сені алдап кететіндер болады, сені ренжітетіндер болады, сені саған эмоциясын шығарып кететіндер болады, сені бір жерде отырғызып кетеді, не болмаса ашуыңды келтіретін бір іс-әрекеттер жасайды. Неліктен бұның барлығы, неге болып жатады осындай ситуациялар? Бұның барлығы то, что сіздегі әлі өзіңізді, ішкі меніңізді танымағандықтан, ішкі өзіңізді танымағандықтан осындай жайттар болады. Не үшін болады бұл нәрсе? Айтады да, ол адам келеді, жаңағыдай еркек, мысалы үшін, жаңа әйелді алдап кетті. Келді, жүрді, пайдаланды. Қазір өте көп осындай запроспен келетіндер пайдаланды, яғни бір төсек үшін пайдаланатын еркектер бар. Просто бұл төсек керек болды. Пайдаланды и кетті, ертесінен танымағандай, или там белгілі бір уақыттан кейін, как будто оны не знает деген сияқты кетті. Бұның барлығы неліктен болды? Өйткені сіз өзіңізді бір жерде предавать етіп жатырсыз. Өзіңізді өзіңіз сатып жатырсыз, өзіңізді өзіңіз ести алмай жатырсыз, өзіңізді өзіңіз алдап жүрсіз. Біз өте көп мынау өмірде айтайын, қаншама әйелдер просто өзін тыңдай алмайтын, өзін ести алмайтын, сезімдерін сезіне алмайтын, өзіне келгенде көре алмайтын, өзіне қимайтын, өзін жалқы санайтын, өзін лайықты емес санайтын әйелдердің саны өте көп. Біздің әлемде жүйе бар, мынау қосылып жатырсыздар, қосыла беріңіздер. Пока эфиріміз қыза берсін, энергообмен бола берсін да, саламатсыздар ма, кірген кезде саламатсыздар ма деп амандасып, қайда жүрсеңіздер де осы нәрсені өздеріңіздің әдеттеріңізге айналдырыңыздар. Бұрын кезінде мен примерно 3-5 класс оқитын кезінде бір жерде оқыдым, бір журналдан оқыдым да, сол кезде білмеймін, мен білген шығармын деймін да, осы халықтың алдында сөйлейтінді, психолог, коуч болатынды сол кезде білдім ба деп ойлап қоямын. Қазір сол кезімді ойласам. Неге? Өйткені ең бірінші мен сол кезде оқығанмын. Қайда жүрсең де, кіммен жүрсең де, бір жерге кірсең де, біреуді танысты көрсең де, бірінші саламатсыз ба деп амандасу керек. Яғни ислами келген кезде ассалаумағалейкум дейді, яғни орысша аударған кезде мир твоему дому деп аталады. Біздің қазақ тілінде, енді араб тілінде ассалаумағалейкум, қазақ тілінде саламатсыздар ма? Неліктен? Оказывается, сол кезде оқыдым мен. Бірінші амандасқан адамға жаратушы Аллам сол адамның бірінші амандасқан адамның нұрын тасытып, шапағат беріп қояды екен. И сол кезде мен кішкентаймын сөз, мен негізі 7 жасымнан бастап базарда тұрып шемішке сатып нан сатқанмын. И сол кезде мен барлық жерден бай болуды сол кезде изобильді өмірді армандайтын тұғым. Қазір есіме түсіріп өзімді сол кішкентай кезімді ойлаймын да. Настолько мен соншалықты андай изобильная болуды армандадым да. И каждый раз бәрімен солай амандасатындым. Саламатсыз ба деп. Біреуді көрсем де, еще мен де студенттік кезде қыздар, қазір подругаларым әлі прикол ұстайды маған. Қауқар көшенің арғы бетінде кетіп бартқан адамның артынан жүгіріп тұрып, қуалап өзіне қаратып алып амандасады ғой деп маған әлі күнге дейін прикол ұстайды подругаларым.
Сондықтан да ең бірінші сіздер эфирге кіресіздер ма, или там білмеймін бір ол адам көрсін көрмесін, көшеде кетіп бара жатырсыз ба, иә, бір магазинге кірдіңіз ба, бір ғимаратқа кірдіңіз ба, қаяққа кірсеңіздер де амандасып кіріңіздер. Саламатсыздар ма, саламатсыз ба деп, жаңағы ислами жаңағы дін жолында жүргендер ассалаумағалейкум деп бір-бірлерімен амандасып жатады ғой. Бұның барлығы тектен тек емес. Сондықтан да осы нәрсені өздеріңізге фишка қылып алыңыздар. Ал енді тағы да амандасып хәл жағдайды білісіп қояйық. Баршаларыңызға да кеш жарық деп қояйын. Қазір мен керемет состояниеда тұрмын, тойдан келе жатырмын. И осы бір жарты сағат болса да, осы бір өзімнің керемет состояниемен сіздермен бөлісейін. Жарты сағат үйде болған уақытында сіздерменен осы пайдалы болсын деген ниетпенен өткізіп жатырмын. Өткенде сәлеметсіз бе? Өткенде мен опросник бергенімде прямой эфирді жүргізуге бір 2-3 кісі жазды, 3-4 кісі жазды. И сол бір тақырыптарды қозғай кетейін. Бақытты бол, Назерке, Назок. Ал енді мына жерде то, что қазіргі әйел қауымның өте терең қозғалатын тақырыптың бірі, әйелдердің арасындағы қатты қозғалатын дүние, то, что ажырасудың саны қазір өте артуда. Оны өздеріңіз білесіздер, дүние жүзі бойынша өте жан түршігерлік, адамның тұла бойы түршігіп, прям ішкі қазір осы айтып отқанның өзінде прям жүрегім тарсылдап айқайлайтшы. Қаншама балдардың тірі жетім болып, әйелдердің ажырасып, чуть-чуть только нешто ажырасуға дайын тұратыны, қазіргі таңда жастардың ажырасуға дайын тұратыны, әйелдердің ажырасып кететіні, негізі бұл қаяқтан туындап жатыр. Әрине бұл жерде тек қана әйел қауымы кінәлі демеймін. Никогда ол бір жақтан болмайды, Ол жерде еркектің де өзінің жауапкершілікті алмағандығынан, әйелдердің сол бір еркектердің жауапсыз болғандығынан, сол жауапкершілікті жүкті арқасына арқалап алған, ішкі жан айқайы, ішкі нәзіктігін көрсетуге қорқатын, нәзік әйел болуға қорқатын, нәзіктігін көрсетіп қойсам, білдіртіп қойсам, өзімнің слабый екенімді білдіртіп қойсам, мен просто білмеймін, өзімді жеңіліп қалғандай сезінемін деген әйелдердің ішкі жан айқайын естіген кезде, әрине бұл өте қорқынышты дүние. Неге? Өйткені бізді жаратушы Аллам қалай жаратты? Не деп жаратты? Әйел адамды кім болсын деп жаратты? Не болсын деп жаратты? Ең әуелі мен негізі психологияны өзім оқығанмын, дипломированный нейрокоучпын. Әрине сонымен қатар менде ислами білім де бар. Сондықтан да менде тақырыпты мен жан-жақтан қосқам. И біліми, ғылыми жағынан да, және ислами жағынан да. То, что мені қатты іштей мүжілдіртетін осы жас келіншектердің ажырасқым келеді. Мен жаңағыдай иілгісі келмейтін, қақиып тұратын, нәзіктігін білдірткісі келмейтін, нәзік болуға қорқатын әйелдердің санын барынша осы нәрсені мен прям әйелдерден жұмыс жасаудамын осы қазіргі таңда. Нәзік болуға қорқады, әлсіз болуға қорқады. Яғни жаратушы Аллам ең бірінші жаратқан кезде ер адамды жаратты. Сөйтті дағы бұл ер адамның қабырғасынан деп әйел адамды жаратты. Бұның барлығы қаяқтан туындап тұр. Яғни орыстарда сөз бар, за мужем дейді. Яғни еркегінің артында тұрған. Әйелде исламда қалай айтқан? Ер адамның қабырғасынан жаратқан дейді. Яғни артқы қабырғасынан артынан дейді. Бұл тоже қақтан не деп тұр? Яғни шак назад деп тұр да әйел адамдарға. Біз бейсаналы тұрғыда бұның барлығы бізде қақтан келіп тұр, қақтан туындап тұр. Сонау ғасырларда, бірнеше ғасырлар бұрын ежелгі адамдардың кезінде біз қалай қорғандық? То, что сол уақыттағы адамдар
аң жеп кетпесін, далада қалып қоймайық деген сол кезде ұғымда бізде ең бірінші ми рептильный мозг деген дамыған. Сол рептильный мозг біздегі ежелгі заманнан келатқан. И на генном уровне бізде сақталған то, что нам что нужно, на өмірде надо защищаться деген. Защищаться барлық жерде де қорғану тұрады. Неден? Өйткені біз не істейміз? Қауіпті деген нәрсені көрген кезде ми не істейді? Қауіпсіздікті іздейді. И сол кезде не істейміз? Біз үнемі бір жерден, бір нәрседен сақтанып, қорғанып тұру керек деген бір ұғыммен, сол бір пікірмен қарап тұрамыз да жан жағымызға. Бұл бізде қаяқтан туындап тұр? Сонау біздің мида на генном уровне сақталған. Бұл, яғни защищаться деген. И кім Кэрол Дуэк айтады, Оксфорд университетінің психотерапевті, 30 жылға жуық стажы бар, сол кісі өзінің осы бір тақырыбына дәлелдеген. Біздегі осы қазіргі таңдағы осы бір нәрседен қорғану, сақтану, чуть не что атақаға дайын тұру. Қазір мен тойдан келіп отырмын, тойдан келген кезде енді адамдардың настолько мен қатты байқаймын да, то, что әйелдердің, адамдардың қарым-қатынаста настолько бір-бірінің арасындағы реніштер, түсініспеушіліктер, сол бір тойда бір-бірін тістеп, шағып, тиісіп, сөйлеп отыратын адамдардың. Бұның барлығы қаяқтан? То, что когда-то мені ренжітіп қойды, или бір айтылған сөздері бар, соны бір тигізіп, шымшып тұрып сөйлейтін нәрсенің барлығы біздің қазіргі таңдағы осы өмірімізге өзінің кері әсерін тигізіп жатады. Осы араларыңызда сіздер бизнеспен, кәсіппен айналысып жатқан жандар бар ғой, бар ғой? Бар. Кәсіппен айналысып жатқан жандар бар. Бизнеспен қазір барлықтарыңызда айналысып жатырсыздар, болмаса жолдастарыңызбенен көмектесіп жүрсіздер дегендей. Ал бұл нәрсе біздің қоғамда, қарым-қатынаста бұл өте кері әсерін тигізіп жатады. Осы бір қарым-қатынастың арасындағы бір-бірлеріңізге жаңағыдай ойымда бір сезім, бір қалып қойған сезімді жеткіземін деп шағып сөйлеу, тістеп сөйлеу деген. И жаңағы Кэрол Дуэк айтады, біздің негізгі программамыз қазіргі уақытта сіз түсіне алмай жатқан, сезіне алмай жатқан, яғни қорғану, сақтану, не болса да я должна защищаться деген барьермен жүретін әйелдер бар ма араларыңызда? Прям барьер болып, өздеріңізге өзіңіз қаруды алып, осы бір жаныма біреу жақындаса сразу атуға оқтарыңыз дайын болып, осындай защищать етіп жүретін қаяқтан келеді? Бұл біздің сонау анамыздың құрсағында жатқан кезде, 3 апта болған кезде біздегі ми қабыршақтарында нейрондар қалыптасады. Қандай ол? Яғни мидағы нейрондар, то, что мамамыздың программасы уже сол кезде жазылады. Біздің анамыздың құрсағында жатқан кезде. Сөйтеміз, 3 апта болған кезде, представляете, ол 3 апта болған кезде бала, әр қарай неше апта, 36, 37, 40 апта ма, әр қарайғы 36 апта барлық сіздің мамаңыздың бойында қандай үрей болды, қандай қорқыныш болды, қандай сезімдер болды, қандай қарым-қатынастар болды. Бұл уже сол құрсағындағы баланың миына уже сол программалар жазылады. Одан кейін ол бала дүниеге келеді, одан кейін жаңағыдай құрсағындағы анасының сүтімен еміздіртеді. Ол неге айтып жатады? Екіқабат әйелдерге аса мән беру керек, ренжітпеу керек, жағдайын жасау керек, жылауға болмайды. Тіпті айтады, намазға да баруға болмайды деп жатады. Бұның барлық қаяқтан туындап тұр? Сонау біздің қазақ ата-бабаларымыз өте білімдер болған ғой. Осы бір психологияны таныған сайын настолько мен өзімнің қазақ болып, қазақ жерінде қазақ болып туылғаныма өте қуанамын. Біздің өзіміздің сонау ұмыт болып кеткен қазағымыздың сонау дәстүрлерінің барлығы, ежелгі дәстүрлерінің барлығы, нағыз мынау қазіргі психологиядағы үйретіп жатқан дүниенің бір өзі, түптен бір өзі. Біздің тәрбиеміз сонау тамырға, тереңге тамыры жайылған кәдімгі теректей, бай теректей. Сондықтан да қалай
біздің қазақ аталарымыз білген. Аяғы ауыр әйелге мысал үшін намазға бармасын, өзінің жаңағы жағдайын жасаған, босанғаннан кейін жаңағы 40 күндігін сақтаған, оған арнайылап жаңағыдай малды сойып, соның қанжығалы ет дей ма, не дейді, жаңағы қойдың етін асып берген деген сияқты. Бұның барлық қақтан алынып тұр. Сонау біздің қазақ ата-бабаларымыз осыны білген. Қазір енді осы психологияны біліп таныған сайын настолько біздің өзіміздің ешқайда бармай-ақ, то, что біздің осы салт дәстүрімізбен біліп, танып, сонымен өмір сүре алған кезде, бұл біздің өзіміздің шынайы табиғатымызға келтіреді. Абай атамыз, Шәкәрім атамыз, Ахмет аталарымыз сонау қандай керемет дүниелерді айтып кеткен. Осы нәрсе енді жаңағы психологияға келетін болсам, Кэрол Дуг енді осыны 30 жыл бойы дәлелдеп, қаншама жаңағыдай зерттеулер жасап, қаншама мысалдар келтіріп, целый кітап, целый наука, диссертация қорғап, осыны дәлелдеп айтқан. То, что біздің осы бір қазіргі уақыттағы болып жатқан дүниелеріміздің барлығы не ол? Сонау балалық кезден келе жатқан программалардың бірі. Енді сіз бұл жерде айтуыңыз мүмкін, қалай сонда бұл нәрсе, неге осы нәрсе жиі мен ести беремін, неге бұл нәрсені жиі айта береді бұл нәрсені деген сіздерде сұрақ болып жатыр. Давайте, егер де сұрақтарыңыз болса, мен айтып жатқан дүниелерім сізге таныс болып, түсінікті болып жатса, кері байланыстарыңызды беріп жіберіңіздер. И не дейді Кэрол Дуг, не дейді психолог, 30 жылдық стажы бар, Оксфордский университеттің психологы не дейді? То, что осы сен қазіргі өміріңді сүріп жатсың, защищаться етіп, қазір мен тойдан келе жатырмын, дастархан басында отырмын, қанша әйел отыр, настолько я наблюдаю, настолько маскамен өмір сүреді, защитаменен өмір сүреді, прям ше күліп тұрады, бірақ ішкі жан айқайы, көзінің жанарынан оның барлығы білініп тұр, сөзінен білініп тұр, прям адамдарға шағып сөйлеу, тиісіп сөйлеу, қорқып сөйлеу деген дүниелер. Бұндай нәрсені көрген кезде мен ішім деген прям ше настолько осы әйелдер өзінің өмірін сүріп жатқан жоқ. Не дейді Кэрол Дуг, не дейді жаңағы психология, 30 жылдық стажы бар. То, что біздің программамыз анамыздан жазылып қалғанда, и біз на генном уровне анамыздың өмірін бейсаналы тұрғыда дәл сол өмірді сүріп жатамыз. Өздеріңізге қазір сұрақ қойын, сіз қазір өмірді сүріп жатырсыз. Сезімдер, сүріп жатқан өміріңіз как будто анаңыз сияқты ма? Болады анаңыздың страдать еткені, анаңыздың өкпелеп жүргені, не болмаса дәл сондай емес, дәл сол форматта емес, но как будто сол форматта. Егерде там анаңыз кезінде страдать етті ма, сіз де страдайте, но в другом формате. Бұны неліктен айтып отырмын, өйткені мен өзімде де дәл сондай нәрсе болды. Менде де дәл сондай бір уақыттары бір өмірден түңіліп, осы бір өмірге мен не үшін келдім, неліктен мен өмірді сүріп жатырмын, мен жай ғана бұл өмірге жаңағыдай брендовый киімдерді киіп, шетелде қыдырып, жаңағыдай ақша жұмсап, рахат өмір сүру үшін ғана келдім ба? Неге мен осындай барым бар, бірақ өзімді бір сондай жайсыз сезінемін? Неге мен бақытты сезіне алмаймын? Өзімнен өзім прям страданияда өмірді сүрген кездерім, уақыттарым болды. Сол кезде сол сұрақты қойып, сол сұрақты ізденуде болғанында, осы бір психологиядан мен өзімнің немді таптым, жауабымды таптым. Қаяқтан, яғни дәл сол кезде бейсаналы тұрғыда мен анамның сол бір сезімдерін өзіме алып алғандығым. Түсініп тұрсыздар ма? Анам неліктен ол кезде енді анамды страдать етті демек қойын, әрине денсаулығына байланысты, ол кісі өте көп қиын нәрселерді көрді, тұрмыс жағдайға байланысты қиыншылықтарды көрді. Ал менде ондай нәрсе болған жоқ қой, Аллаға шүкір. Әкем оқытты, шешем жаңағы барлық дүниемді берді, үйретті, Аллаға шүкір, жолдасын тауып жатыр. А неге мен именно то, что как мамам сияқты страдать етіп өмір сүрдім? Неге? Өйткені мен дәл сол анамның программасымен өмірді сүріп келдім. Дәл осы сияқты алдыма қаншама 3000-ға жуық әйелдерменен жұмыс жасадым ба? Осы әйелдердің
97% дәл осы программамен өмір сүреді. Сіз қазір келіспеуіңіз де мүмкін, окей, ол сіздің таңдауыңыз. Ал келісіп мойындасаңыз, расымен де мен дәл сол өмірді сүріп жатырмын деген мойындау болды ма сізде? Мойындадыңыз ба? Все, уже 50% жұмыс жасалынды сізбенен. Представляете? Айтып жатқан нәрсем сіздерге түсінікті болып жатыр ма? Bir кері байланыс беріп қойыңыздар. Өзгеру үшін неден бастау керек? Өзгеру үшін ең бірінші осы программаны өзгерту керек. Біз ананың программасымен өмірді сүріп жатырмыз. Анамыздың бейсаналы тұрғыда дәл сол анамыздың программасымен өмірді сүріп жатырмыз. Өзгеру үшін осы түп санадағы установка убежденияларды өзгерту керек. Мидағы нейрондарды өзгерту керек. Бар дейді. Сол кездегі эмоциямен жұмыс жасау. Түсініп тұрсыздар ма? Сіздерге түсінікті жатыр ма? Кері байланыстарыңызды бір беріңіздер, түсінікті. Плюс қалдырыңыздар, смайлик жіберіңіздер, түсінікті дейді. Окей, ары қарай жалғастырамын. Бұл қақтан ананың программасы қыздарға ғана беріледі ма, или ұлдарға беріледі ма? Вот осы нәрсені өте керемет айттыңыз. Мен қазір өткенде, помните, мен Германияға кетіп бардым айттым, Ирвин Ялом деген «Как стал собой» деген психолог кісі, 20 жылдан аса, 30 жылға жуық несі бар, стажы бар психолог кісі. И осы кісінің настолько анасынан көрген, енді анасы ол кезде қорлық жасадым демейді, енді аналар бірінші балдарын лично мен өзімде сондай болғам, ұрады, наказывать етеді, И осы нәрсе психологтың анасымен қарым-қатынасын осы жерде жазады. Настолько анасын жеп көргендігі, анасының сол бір өжеттігі, жаңағыдай наказать ететіндігі, недовольная все время анасының всю жизнь страданияда өмір сүретіні, барына шүкір ете алмайтын анасы туралы жазады осы жерде. И сол состояние осы психологияға алып келген, сол анасымен қарым-қатынасты жөндеймін деп қанша жыл психологияда жұмыс жасап, қаншама адамдармен жұмыс жасап, и осы анасымен қарым-қатынасты жақсарту үшін қаншама жұмыстарды жасағандығын айтады мына кісі. Ирвин Ялом деген психолог өзінің өмір баянын айтады. Қараңызшы, қандай өте көп прям деген. Германияда жатып тұрып оқыдым бұны. И не дейді, то, что біздің бұл нәрсе қыз балдарға прям плотно жазылады. Бұл қазір енді айтасыздар, қақтан біліп отырсың сен бұны дейсіз. Окей, хорошо, менің сөзіме сенбей қойсаңыздар. Мен оқыған, яғни Кэрол Дуэк деген Оксфордский университеттің нейропсихолог, 30 жылдық стажы бар нейропсихолог, осы тақырыпты 30 жыл бойы айтып келе жатыр. 30 жыл бойы қаншама университетте диссертация қорғап профессорлық маман бар, То, что біздің осы бір өмірді сүріп атқанымыз, мен даусым нормально естіліп тұрмын, мен тойдан келіп отырмын да, даусым отырып қапты, прям айқайлап билегенмін ғой. И то, что аналардың программасы қыздарға жазылады, и настолько біз ұл балдарды да травмировать етеміз. Сіздердің араларыңызда бар ма ұлдарыңызды ұратындар? Вот осы жерде мен айтамын, ұлдарыңызды ұрып атсаңыздар, мені осы сөз қатты триггердетті. Кезінде бір мықты психологтан естіген тұғымын. Ұлдарыңызды ұрып өсірсеңіздер, сіздер жаңағы түрмеге дайындап жатырсыздар дейді. Түсініп тұрсыздар ма? Неліктен настолько вот Ирвин Ялом анасына деген ренішін, өжеттігін, прям соншалықты андай қылып өсіргендігін осы жерде мынау кітабында айтады. Енді мама кешір деп тұрып айтады. Енді қайтыс болып кеткен ғой мамасы. Осы кітапта жазылған. Настолько біз ұл балдарымызға, негізі біз өмірдің, әлемнің заңдылығын білмейміз. Сұлуларым, ханымдарым, неге? Біз неліктен қазіргі сүріп атқан кезіміз, дәуіріміз, Аллаға сансыз шүкір ғой, қандай керемет заман, керемет дәуірде өмірді сүріп жатырмыз. Сіздің анаңыз, әжеңіз сүрмеген өмірді сүріп жатырсыз. Кезінде суды тасыды аналарымыз, кірді қолмен жуды аналарымыз, үйді сыпырғышпен сыпырды.
отты жақты, күлді шығарды, көмірді тасыды, үйді әктеді, раскіледі, қолдан бәрін пісірді, нанды да пісірді, бәрін де пісірді. Бізді коляскаменен жарты сағаттық, 1 сағаттық садикке тасыды, бәрін істеді. Қазір сол нәрсені істеп атқан біреуі бар ма? Жоқ. Ешкім дәл мынандай тіршілікті жасап атқан жоқ. Малды да жайлайды, үйінде жайлайды, баласын да жайлайды. Ешқандай психологтың қажет жоқ, жұмысына да барады, бәрін де үлгереді. Ал не? Қазіргі таңда қазір бәрі жасаулы. Керек па саған пирог, заказ бересің, тіпті бармайсың да үйіңе әкеп береді. Кіріңді стиралка жуып жатыр, тамағың пісіп жатыр, ана термомикске саласың. Балаңды тербетіп жатқан жаңағы бесіктер бар, ыдысыңды жуып жатқан мойкілер бар, полыңды сүртіп жатқан тоже робот пылесостарың бар, бәрі бар. Неге сен қазір страдать етіп жатсың? Неліктен? Неге сенің ішкі жан күйіңде тыныштық жоқ? Шүкіршілігің қайда? Алғысың қайда? Неге сен дәл осы сүріп жатқан өміріңді алғыспен сүре алмайсың? Страдать етуге сен 99% фокусыңды қоясың да, ал бақытты өмірді сүруге сен не істейсің? Сол жақтан өзіңнің энергияңды просто даже қарамайсың да. Бүкіл фокусың ақша табу, бүкіл фокусың өзіңді біреумен салыстыру, бүкіл фокусың сенің ана өтіп кеткен өміріңмен салыстыру. Неліктен бұның барлығы? Неліктен? Айтыңыздаршы, неліктен? Көрдіңіз ба? Көйлек киген братан болып жүрмін. Мадина ханым өте өкінішті нәрсе мынау. Табиғаттан кету, әйел адам өзінің табиғатынан кеткенде, өзінің шынайы, риясыз табиғатынан кеткен кезде, бұл өте өкінішті жағдай. Өзіңіздің табиғатыңызға, әйел табиғатыңызға келуіңіз керексіз. Бұл әйелдің табиғатына келу, нәзіктікке келу, бұл өте ұзақ жол. Қазір мен техникаларды айтуым мүмкін, бірақ бұған ұзақ жол кетеді. Прям накопительный. Сіз еркек болуға да ұзақ жолмен бардыңыз ғой. Бірден еркек болып кеткен жоқсыз. Сіз вынуждены бардыңыз, ол нәрсеге. И бұл жердегі то, что бұл состояниедан шығуым керек, мына нәрсені мен өзгертуім керекпін деген сізге ұғым келу керек. Сол осознание, түсінік келген кезде сіздің алдыңыздан түрлі жаңағыдай эксперттер, білімдер, әйелдер шығады. Бір неде мен бір таңғы завтракты өткізгенімде бір әйел күшті состояниемен шықты да, стористі белгілеп, сөйтіп керемет болды да. Содан кейін ол кісі маған келем деді да, жоқ болып кетті. Бір кезде бір белгілі бір 1-2 жыл өтіп кеткеннен кейін бір отырыста кездесіп қалам ана әйелді. Сөйтсем айтады, о, Қауһар дейді да, ау деймін, сіздің сол завтрагыңызды помните, мен күшті болып шықтым, ол сізді белгіледім ғой дейді. Содан кейін мен жаман болдым ғой дейді. Неге десем, настолько сіздің әйел нәзіктігіңізді көріп, мені қатты триггеринг етті. Мен жаман өзімнің еркек сияқты әйел болып кеткенімді сізден көріп, сізден бақыладым да, менде деген наоборот болып кетмейді. Ол қайда? Осыдан 5-6 жыл бұрын ғой. Настолько, егер де сізді триггеринг етті ма, то, что вам больно, да, қазір мен айтқан сөзім, мынау әйелдікке келу керек, әйел состояниесіне келу керек деген осындай бір боль келді ма сізге, прям естігіңіз келмейтін, значит, именно надо идти туда, именно сол глубинаға бару керек. Біз не істейміз? Бізге больно болған жерде бүйтеміз ғой. Мына жер больно болып жатыр ма? Мына жерде бір больно болып жатыр ма? Боль болып жатыр ма? Біз не істейміз? Бұның аузын жабамыз да, мынаға тастап жібереміз ғой. Естігіміз келмейді, вообще көргіміз келмейді, жауып тастаймыз. Жоқ. Сізде мына жер больно болып жатыр ма? Вот мына жер больно болып жатыр ма? Больно болып жатыр ма? Не істейсіз? Ашыңыз. Үңіліп қараңыз, неге мына жер менде больно болып жатыр? Неліктен? Маған мынау больмен жұмыс жасауым керек деуіңіз керек. Түсініп тұрсыздар ма?
біз не істейміз, сіздер не істейсіздер, әйелдер больно ма, қашасыздар ғой, ол больға кіргілеріңіз келмейді. Батыл адам ғана өзімен жұмыс жасай алады. Өзгеремін деген әйелдер нағыз батыл әйелдер. Батыр емес, а батыл. Внутри іштей шешімді қабылдай алатын. Өзіне қадам жасай алған әйел батыл әйелдер. Біз не істейміз? Жабамыз ғой, өзгерткіміз келеді. Жаңағы барынша бизнесімізді көркейткіміз келеді. Классно, супер, оны жасауға деген супер, оп-оңай ол. Күйеуімізді өзгерткіміз келеді. Енемізді өзгерткіміз келеді, анамызды өзгерткіміз келеді, жан-жағымыздың бәрін өзгерткіміз келеді. Жоқ, өзгерте алмайсыз. Әлемнің жүйелігі бар, әлемінде жүйе бар, система. Қазір мына жерде екі ортада отырық. Екеуміздің арамызда система бар, Инстаграмның өзінің правиласы бар. Үйге келсек, үйдің өзінің жүйесі бар, система, тәртібі бар. Дәл сол сияқты мемлекеттің де өзінің заңдылығы бар. Дәл осы сияқты әлемнің де өзінің заңдылығы бар, жүйесі бар, жүйеден тұрады барлық нәрсе. Осы жерде бізде ең бірінші жүйе мен, яғни қарым-қатынас, мен өзіммен қарым-қатынасым. Өзіммен қарым-қатынасқа біз онша үңіле қоймаймыз. Не болмаса, не істейміз? Өзімізді жазалап келеміз, бейсаналы тұрғыда. Өзімізді өзгелермен салыстырып келеміз, жазалаймыз өзімізді бейсаналы тұрғыда. Ауыртамыз. Аурудың өзі чисто психосоматика. Қазір мен Эрик Берннің кітабын оқып жатырмын. Люди играют игру деген. Игры, которые люди играют деген. Игры, которые люди играют. Эрик Берннің кітабы. И сол жерде прям дәлелденген. Докторлар менен прям отырып дәлелденген. Адамның 70% ауруы бұл психологиядан, психологиялық тұрғыдан, адамның өзінің состояниесінен. Не істейміз? Бізге внимание жетіспегеннен, внимание алу үшін придумать етеміз ауруды түрлі жағдайларда. Бас ауруын, жаңағыдай тұмауратып жатып қалу, төсекте жатып қалу деген сияқты. Бұл нәрсенің барлығын біз бейсаналы тұрғыда болып жатады. Бізде саналы тұрғыда 5% өмірді сүретін болсақ, 95% біздің төп санамызда, ханымдар, білесіздер ма? Бейсаналы тұрғыда 95% сол жақта түбінде жатыр ғой. Негізі. Біз сол жақты ашып үңілген кезде, сен ішкі меніңе, ішкі үніңе, ішкі өзіңе, ішкі мынау жаныңа келген кезде, міне осы сенің нағызғы негізгі жұмысың осы. Біз не істейміз? Жоқ, оған қарамаймыз. Біз жаңаға бизнесқа баруым керек, мен ананы дұрыстауым керек, мен мынаны дұрыстауым керек деп басқа жақты дұрыстап кетесіздер. Негізгі маңыздылығы өзіңнен бастау керек. Өзіңнен бастаған кезде не дейді? Абай атамыздың өзі айтқан ғой бір қара сөзінде. Мен бала тәрбие бере алмаймын дейді. Өйткені бір өлеңде айтады ғой, баланы қандай не деп тәрбиелеймін дейді. Мен мемлекетке, яғни елге ақылды ұсына алмаймын дейді. Не дейді? Тағы да бір сөз бар, соңында айтады, менің ең басты білгенім, өзімнің білгенімді осы қағаз бетіне түсіру. Яғни не деп тұр? Ол кісі өзімен өзі болғандығын айтып тұр. Түсініп тұрсыздар ма? Яғни өзіне, ішкі меніне, ішкі үніне, ести алған, тыңдай алған үнін барлығын тек қағаз бетіне түсірген. Осы жерде тошты біздің арамызда қарым-қатынас, өмірді сүріп жатыр. Жүйе дедім, система дедім, именно мен және мен деген қарым-қатынаста, өзіңмен қарым-қатынаста, шынайы болшы, шынайы. Кіммен, қай жерде, кіммен қарым-қатынаста маскамен жүрсін. Өте көп, настолько жаңа тілекті айтып жатыр, тілекті айтатқан кезде прямо көрініп тұрған жерде маска киіп алып сөйлеп тұрған, не болмаса қызы папасының екеуінің арасында мысал үшін жылап тұрды ана жерде, настолько айталмаған сөздер, айталмаған эмоциялар, осы нәрсенің барлығы, бұл барлық қақтан туындап тұр.
бұның барлығы қайдан кімнен туындап тұр? Ішкі мынау менімен әлі осы қарым-қатынасты орната алмағандықтан. Біз өзімізді терең тануымыз үшін күнделікті өзіңнің үніңді, ішкі қалауыңды естіп бастау. Яғни дейді, мен қалап тұрмын, пирожный қалап тұрмын, клубника шоколады қалап тұрмын, мен осы нәрсені істедім, өзіңді еркелетіп жатырмын дейді. Жоқ, еркелету олай емес, мүлдем олай емес. Өзіңмен жұмыс деген кәдімгі шынайылығыңа келу. Бүкіл жаңағы маскалардың барлығын шешу. Где больно, туда үңілу, сонымен жұмыс жасау. Не айтып жатырсыздар? Түсінікті болып жатыр ма айтып жатқан нәрсем? Не нәрсе түсінікті болып жатыр? Плюсик, смайлик жіберіп қойыңыздар, түсінікті болып жатса. Енді жаңағы тақырыпқа келек. Жаңағы әйелдің маған жіберген вопросы, то, что еркектер мені алдап кете береді. Неге мені еркектер алдап кете береді? Өйткені сен өзіңді алдап жүрсің. Сені алдайды ма біреу? Сен өзіңді алдап жүрсің. Просто ты притворяешься. Быть хорошей девочкой, быть хорошей мамой, быть хорошей женщиной, быть хорошей сотрудницей. Түсініп тұрсыздар ма? Сондықтан да бұл жердегі ең маңызды дүние притворяться деген нәрсенің барлығын алып тастау керек. Неліктен притворять етеміз? Неліктен біз маска киеміз? Не үшін бұның барлығы? Вниманияның жетпегендігінен балалық кезде мұқтаж болып өсеміз. Вниманияға мұқтажбыз, махаббатқа мұқтажбыз, мейірімге мұқтажбыз, признанияға мұқтажбыз, атаққа мұқтажбыз. Негізі ақша тапқың келеді дейсіздер. Ақша табудың артында не тұр? Сіздерге сұрақ. Қазір осы жерде отырсыздар, ақша тапқыларыңыз келеді. Не үшін тапқыларыңыз келеді? Давайте жазыңыздаршы. Маған сол опросникке ақша табуды айтыңызшы деді. Давайте, ақша не үшін тапқыларыңыз келеді? Жазыңыздар. Бүгін мен новый кабинет, өткенде көрсеттім ғой сториста, кстати, кабинет алдым деп, соның ішін біраз тазаладық, ішіндегі нәрселердің барлығын шығарып тастадық, керек емес нәрселерді, новый заттар, перделер, барлығын новыйдан кіргізіп, прям свежий болып тұр ғой. И прям чудо ғой, чудо, просто настолько сен өзіңді танып, өзіңмен шынайы болып, барлық жерде ниет деген антенна ғой, біздегі антенна. Ниеттің барлық жерде түзу болса тілектеріңнің барлығы тук деп орындалады ғой. Сол күні мен негізі кабинет алсам ба, бөлек шықсам ба деп ойлап жүргенмен біраз болған. Сол күні сол зданияға барам да, бір әйелмен кездесем, бір жұмыстарымен. Сосын сол әйел айтады да, негізі сізге бір кабинетке шығу керек, отдельно өзіңіз отыратын деді. Сол дедім, деп қоя салдым. Шықтым да, жаңағы зданияға қарадым да, мынау зданияда мен бір кабинетім болса ғой дедім да, кетіп қалдым. Просто мен іздейін, басқа қылайын деген жоқпын. Просто осылай тым кеткіздім. И кешке қарай үйге қарай келсем, жұмыстан кейін үйге келсем, маған сообщениеге подругам жазып жатыр ғой. Гаухар, здесь есть мне арендаға кабинет бар, если что, ты можешь, если хочешь, я тебе предлагаю кабинет. Боже мой, это какое чудо дейсің ғой, чудо. Сен қалайсың, қалаған кезде деп орындалады қалауларыңның барлығы. Бұл қақтан болып тұр. Сен ішкі меніңді білесің да, уже настолько өзіңмен уже қалауларың просто так орындалып жатады. Просто мысли отправляешь, орындалады. Я думала, только меня раздражают такие маски. Назок. Жоқ, ондай емес. Мүмкін сізді қуантады шығар мен, қаншама әйелдер өте көп. Лично менің алдыма келген әйелдердің 97-95%
вот в этом живут в маске. Просто даже не үшін күйеуге шыққанын да білмейді. Не үшін шықтыңыздар? Ақшаны не үшін тауып жатырсыздар, иә? Мен айтпаймын, бәрін біліп алып, значит, сен единственная болып ажырасуың керексің. Мен бұның барлығын танығаннан кейін, өзімді білгеннен кейін, мен күйеуіммен ажырасып кеткен жоқпын ғой. Не істейсің сен? Шынайы боласың да. Шынайы боласың. Бізді не нәрсе шаршатады? Неліктен бізде энергиямыз таусылып жүреді? Қақа слив болып жатамыз? Неге қазір энергияға мұқтажсыздар? Неге уақыт жетпей жатады? Қақа кетіп жатады ол уақыттың барлығы? Өйткені не істейміз? Біз слив қылып жатамыз да. Өз өмірімізді сүріп жатқан жоқпыз. Біз не істейміз? Маманың программасымен маманың өмірін сүреміз. Жаңағыдай папаңыздың тәрбиесімен папаның өмірін сүреміз. Әженің тәрбиесімен әженің өмірін көзімен өмірді сүреміз. Барлығын сояққа слив қыламыз да. Внутренний конфликті бізде. Внутри конфликта, который өзің түсінбейтін, өзің ести алмайтын, оны өзің түсінбейсің, бірақ білмейсің не болып жатқанын. Тіпті өткенде маған коуч сессияға келіп отыр. Запрос не десем, білмеймін дейді, неге келіп жатқан. Бірақ ішімде жайсыз жағдай дейді. Неліктен бұл жайсыз жағдай? Іштегі внутренний конфликті, который ішіңдегі жаның айтады да, ей, Назерке, сен мынадайсың ғой дейді да, сен мынадайсың ғой дейді. Сен не істейсің, оны тыңдамайсың ғой, бәрін көміп тастағансың, былайынан көміп тастағансың, былайынан көміп тастағансың, мынаумен көміп тастағансың, мынаумен көміп тастағансың, бәрін көміп тастап, мынаны арқалап жүрсің да өзіңмен бірге. Ол еще ауыр, бұған қаншама энергияң кетеді. Осылай жүресің да, сен өзіңді естімейсің. Ей деп стучать етеді, анау ажаңда, ей деп стучать етеді. Оның барасында тағы да бір нәрсемен тағы да жауып тастайсың, былайынан жауып тастайсың. Сөйтіп жүресің, естімейсің да сен өзіңді. Түсініп тұрсыздар ма? Осыны ше, қазір әйелдер естісе екен, тыңдаса екен деймін да, бір ішкі жан айқайымды ше. Бір кәдімгідей ше, кәдімгі шынайылыққа қаншама осындай эфирлер жүргізесің, қаншама онлайн сабақтар өткізесің, естіңдерші дейсің, қаншама коучтер қазір айтылып жатыр, осы нәрсенің барлығы. Неліктен айтып жатыр? Ей, оян деп жатыр да. Бір жақ дулатып, Ахмет Байтұрсын аталарымыз сонау кезде айтып кеткен, оян қазақ, оян қазақ, оян қазақ деп. Нені айтып тұр? Оян деп. Анау ішкі үніңді, ішкі жаныңа кел деп тұр да. Ішкі. Түсініп тұрсыздар ма? Өзгерген оңай емес. Оған финансы кетеді, оған уақыт кетеді, оған расымен де адамның внутренний батылдығы, шешім қабылдай алғандығы керек. Сен бірақ осы нәрсені орындаған кезде, осымен жұмыс жасағанда, ты будешь жить. Өмірді сен сүресің, бақытты сен білесің, шүкіршілігіңді білесің, алғыста өмірді сүре аласың. Жаның, рухың, тәнің бәрі бірігет. Бізде не? Жаның бөлек, рухың бөлек, тәнің бөлек, үш жақта ішкі конфликт. Өзіңді танымайсың, жан жаққа осы лишь бы көйлек киіп алып, лишь бы ана бет аузыңды дұрыстап алып, лишь бы бір нәрсені жабыстырып алып, осы лишь бы ана көрсетпесем екен деп, біреу бір нәрсе десе атылып тұрасың, біреу бір нәрсе десе көз жасың толып отырады. Өйткені коуч сессияға келді, әйел алдыма келді, отырды да жылап отыр да. Анау сөйлейін десе сөйлей алмайды, сөз шықпайды, тоқтамай неше минут жылады. Настолько вот это весь вот бәрін жауып тастағансыздар, көміп тастағансыздар өздеріңізді. Анау бір түптің түбіне. Түсініп тұрсыздар ма? Естісеңіздер, адам айтып атқан кезде, прям, мысал үшін қазір мен Қызылордадан барма, осы жерде отырғандар, топтық терапия. Қазір мен өткізіп атқан топтық терапиямды Алматы, Астанада, например, 200 мыңға өткізеді. Мен қазір Лондоннан Мариса Пирдің мықты нейропсихологтың онлайн сабағын өтіп жатырмын. Именно терапия жағынан. И осы терапияны мен небәрі 15 мың теңгеге өткізатым. То, что естісінші деймін да, оянсыншы, халық, әйелдер оянсыншы деймін. Ақша. Міне, ақша ше, сіздердің мұрындарыңыздан қыстырып алып, лағып, сүйретіп жүр да. Мынаны ояту керек та. Қалай түсіндірем енді сіздерге осы нәрсенше түсіндіргім келеді. Мына ми настолько өздеріңізді естігілеріңіз келмейді. Естісеңіздер де, естейсіздер де.
құрсын шығар деп қайтадан жауып тастай саласыздар. Потом вам опять плохо, опять ақшаға жүгіресіздер. Оннан жабасыздар, біреуіңіз қарызбен жабасыздар, біреуіңіз кредитпен жабасыздар, рассрочкамен жабасыздар. Жабасыздар, әйтеуір бір бітпейтін дыраларыңызды бітейсіздер де жүресіздер материалды тұрғыда. Жоқ, олай емес. Бітемейсіздер. Сырттан біте алмайсыздар. Пока мынау іштегіні восстановить етпейінше, сіз қанша нәрсені құйсаңыз да, мынау мен ғой отырған пример, мен отырмын. Қаншама, мысал үшін сол дырамды жабамын деп, сколько там брендте, трендте бәрі бізден, енді Аллаға шүкір деп айтайын. Мақтансам, мүмкін біреулеріңізге мақтаныш болып көрінер, бірақ Аллаға шүкір ол нәрсенің барлығын дырамды жабам деп, ешқандай брендте, трендте ешқандай дырамды жаппайтынына мен реально көзім жетті. Мен отырмын, реально. Түсініп отырсыздар ма? Баламыз үшін өмір сүреміз. Көрдіңіздер ма, Мадина ханым? Баламыз үшін өмір сүреміз деген уже сіз система жүйеде емессіз. Өзіңіздің орныңызда емессіз. Сіз өмірді сүруіңіз, өзіңіз үшін өмірді сүріп үйренуіңіз керексіз. Қай кезде сіз өзіңіз үшін өмірді сүресіз, сол кезде ол бала не қылады? Сіз де өз жүйеңізге келесіз, баламен қарым-қатынаста өз жүйеңізге келеді. Неліктен қазіргі таңда қыздармен мамасының қарым-қатынасы дұрыс емес, балдармен қарым-қатынасы дұрыс емес? Неліктен болып жатыр бұл нәрсе? Неліктен қақтан туындайды? Вот, сен білмейсің, өзің үшін өмірді сүруді білмейсің. Барасың да жаңағы, балам үшін өмір сүремін. Мен де анам дәл солай әлі де айтып келатыр. Мен балам, сендер үшін өмір сүремін. Мен анамды үйретуге ешқандай құқығым жоқ. Окей, хорошо деймін. Но сколько женщины страдает, балам үшін өмірді сүремін? Жоқ. Сен балаң үшін емес, ең бірінші өзің үшін өмірді сүріп баста, үйреніп баста, өзің үшін өмірді сүруді. Біз өзіміз үшін өмірді сүре алмаймыз. Біз өзімізге өзіміз алғыс айта алмаймыз. Өзімізді өзіміз мақтай алмаймыз. Өзімізді өзіміз жақсы көре алмаймыз. Вот осы жерде бүкіл қателік. Не? Өзімізге өзіміз демалыс бере алмаймыз. Өзімізге өзіміз бір жаққа барып демалуға рұқсат бере алмаймыз. Не істейміз? Сразу өзімізді қақатқамыз. Білесіздер ме? Қақатқамыз өзімізді. Қақа? Чувство вины қатқамыз өзімізді. Яркий цветтерден кейін ақ цвет непривычный екен. Түсінбедім. Күшті түсіндіріп жатсыз. Мадина ханым. Енді Қызылордадан бармын дейді. Міне, Нури Кош, Қызылордадан болсаңыз, топтық терапия болады ертең. Ертең менде топтық терапия болады. Қазір осы эфир біткеннен кейін дайрекке 9 сайын жазсаңыз, не болмаса шапка профиліға жазсаңыз, менеджерлер жауап береді. О жерде тек қана 7 адамды ғана аламын топтық терапияда. О жерде 80% терапия болады. Мен ол жерде көп сөйлемеймін, ол жерде больше терапия болады. Сондықтан да осындай өзімді келгім келеді, өзімді танығым келеді, өзімдегі жұмыс жасағым келеді десеңіз, ертеңгі топтық терапия Астанада күтеміз, офлайн. Ух ты! Тағда бар ма астаналықтар? Қызылорда, Мадина ханым Қызылордадан екенсіз. Келсеңізші енді ертең. Жеке қабылдау қанша? Дайрекке жазыңыз, жеке қабылдау. Менде коучсіз, жеке кабинеттің цветі. Кабинеттің цветі ақ дейсіз ба? Назерке, не дедің шана сіз яркий цветтерден кейін ақ цвет непривычный екен. Мен кабинетімді айтып отырса, кабинеттің негізі алдында ол кабинет андай временный кабинет та бұлайынша. Сосын прям өзіме ұнайтында етіп жасадым. Ол кабинетімді әппақ қылып. Келіңіз. Гүлнұр ханым тоже Қызылордадан екен. Қашан болады? Ертең болады. Ертең сағат 11-де болады. Топтық терапия болады. Топтық терапия кімдерге керек? Ең бірінші, ол жерде мен 3 форматты өткіземін топтық терапияны. Ең бірінші, ішкі балаға барамыз. Баламенен кездесу болады. Внутренний ребенокпен жұмыс жасаймыз. Ана жерде уже менен чаттан сұрап жатыр, ертеңгі адрес қандай дейді.
ертеңгі адрес. Бізде чат бар, сол чатқа тіркейді қыздар. И сол жақта бүкіл хабарландырулар барлығы сол жақта болады. Терапия, яғни 3 форматта болады. Ішкі баламен кездесеміз, баламен, внутренний ребенокпен проработка болады. Сосын ата-анаменен проработка болады. Сосын ақшаға қатысты установка убеждениялармен проработка болады. И 4-ші ішкі меніңмен, ішкі өзіңмен кездесу болады. Өте глубокий, өте терең, прямо жұмыс жасауға дайынмын, өзгеруге дайынмын. Именно масштабқа шығуға дайынмын деген. Масштабқа адам қай кезде шығады? Білесіздер ме? Қай кезде шығады масштабқа адам? Қызылорда қаласында ма? Я, Қызылорда қаласында. Ертең болады, ертең 25 сәуір, сағат 11-де болады. Қазір мен негізі даусым қатты шығады, негізі ше қазір тойдан келіп, андай души билеп келгенмін ғой. И содан даусым отырып қалып тұрды. Сіздерге даусым нормально естіліп жатыр ғой. Бұл қандай сұрақ қойдым сіздерге? Кім масштабқа шыққысы келеді? Плюс қойыңыздар, масштабқа шыққысы келетіндер. Плюс қойыңыздар, бар ма араларыңызда? Прям масштабқа шыққым келеді. Кәсіпте мысал үшін увеличение хочу, x2, x3 хочу. Аллаға сансыз шүкір, қазір кәсіптегі әйелдердің саны менде өте көп, саны артуда. Настолько сол кісілерменен жұмыс жасап, олардың нәтижелерін көріп, әуелі Аллаға сансыз алғысымды білдірем. Әуелі Алла сондай клиенттердің келіп жатқан, және де білімнің арқасында, және де 3-ші сол келген клиенттің өзінің әрекеті, жұмысының арқасында. Масштабқа шығатындар, Гүлнұр ханым, Мадина ханым, бар ма тағы араларыңызда? Масштабқа шыққысы келетіндер. Именно масштабқа шыққысы келетін жандарға, яғни сол кісілерге арналады ертеңгі топтық терапия. Неге? Біз пока өзіміздегі, жаңа айттым ма, біздегі внутренний дырамыз бар, бізде внутренний чаша бар. Әйелде мынандай внутренний чаша бар. Біз не істейміз? Бұл внутренний чаша тесік болады да. Тесік болады. Не істейміз біз? Ана жақтан информация аламыз, мына жақтан информация аламыз. Ағып кетеді, оның барлығы ағып жатыр. Не істейміз ертең? Бұл жердегі ең басты дүние, то, что мына жердегі ішкі меніңізге деген тоғырлық керек. Ішкі меніңізге, яғни сіздегі керек емес, ең бірінші масштабқа шығатын адамдарда керек емес сізді сол жерде ұстап тұрған бір нәрсе бар да. Қазір сіз на точкада тұрсыз, мына бір А точкада тұрсыз, сіз мына бір Б точкаға жеткіңіз келеді. Бірақ осы екі ортада жету үшін сізде мына жерде кедергі бір установкалар бар. Ақшаға қатысты установкалар бар, внутри обиды бар, анамен, папамен, мамамен, әкеңізбен, анаңызбен деген сияқты. Бұл бейсаналы тұрғыда болады. Дәл қазір болмауы мүмкін саналы тұрғыда. Бірақ мен істеймін терапия барысында түп санаңызға кірем. Бейсаналы тұрғыда не болады? Бізде выгода болады. То, что сіздің осы бір точкада тұрғандығыңыз, мына бір точкаға жете алмай жатқандығыңыз. Не істеймін? Яғни масштабқа шығатын адамдар осы жерде керек емес установка, ақшаға қатысты установка, ата-анаға деген реніш, обида, өзіне рұқсат етпеу, тағы да не түрлі осындай нәрселердің барлығын проработка арқылы бұның барлығын тазалаймыз, аламыз бұның барлығын. И мына жердегі нәрсе, керек емес нәрселердің барлығы алынған кезде, мына жаққа, мына точкаға жету, мына жерде прорыв жасау, вот это экологично, это результативно. Сіз бәрібірден на точкаға келесіз, белгілі бір уақытта, бірақ білмейсіз да, бұл қашан келетініңізді. И еще один момент, қалай келетіндігіңізді. Мына өмірдің таяғын жеп келесіз, қарызға батып келесіз, клиенттің бір нәрсесімен келесіз, әйтеуір бір таяқ жеп, шапалақтап, жығылып, сүрініп, әйтеуір жетесіз мына точкаға. Бірақ ол жерге жеткен кезде сізде бақыт та, ләззат та болмайды. Түсініп тұрсыз ба? Мен не айтамын? Яғни мен маман нейрокоуч деген не? Мименен жұмыс жасаймын, мидағы установкаменен, мидағы біздегі настолько Кэрол Дуэк Оксфордский университеттің жаңағы психологы 30 жылдық, Норман Дойч тоже
өте мықты Колумбийский университеттің психолог пластичность мозга деген тоже осы кісіде өзі дәлелдеп жазған. Настолько біздің миымыз, мен мынау сила подсознания оқитын кітаптарыма барлығы менің мынау прям мен күнделікті кітап любой бетін ашамда любой уақытта оқи беремін. Настолько вот Джо Диспенза айтады, мұның барлығы біздің ойымыздан. Бүкіл установка барлығы сол анамыздың жатырында жатқанда уже программалардың барлығы жазылады, который сіз танымайсыз. Сіз қазір өз өміріңізді сүріп жатқан жоқсыз. Неліктен шаршайсыз, неліктен қазіргі мынау тұрып жатқан жеріңіз, күніңіз, күйіңіз неге ұнамай жатыр, неге сіз шүкіршілікті вроде шүкір деп айтасыз, бірақ ол шүкірді сіз мына жерде ауызбен айтасыз да, жүрекпен емес, жүректен шықпайды бұл. Түсініп тұрсыздар ма? Неліктен? Потому что внутри есть конфликт, который сіз түсінбейтін, білмейтін, ести алмайтын, түсіне алмайтын. Неліктен біз неше жылымызды осы білімге жұмсадық? Нейрокоучтың мысалы үшін қаншама миллион ақша, қаншама миллиондаған ақшаларым осы жерде мен білімге жұмсадым. Неліктен? Мен жұмсадым демеймін. Қазір тыңдаңыздар, ең бірінші нәрсе, бұл білімге жұмсалған ақша, бұл инвестиция өздеріңізге. Ертең сіздер келесіздер ма, 15 мың теңге төлеп топтық терапияға, маған төлемейсіздер ол ақшаны, сіздер өздеріңізге төлейсіздер. Бұл инвестиция ғой өздеріңізге. Түсініп тұрсыздар ма? Когда сіз бақытты боласыз, аналар, сіздің балдарыңыз да бақытты болады. Страдать етіп көріп өскен бала, қыз бала, тем более қыз бала, анасының страдать етіп көріп өскен, болды. Уже сіз программа жазып жатырсыз. Қызыңыз уже программа жазып алды. Она тоже будет так же страдать. Солай өмір сүріп. Сіз мүмкін менімен келіспеуіңіз мүмкін. Келіссеңіз де, келіспесеңіз де, бұл осы өмір уже, бұл менің сөзім емес, бұл әлемнің заңдылығы. Түсініп тұрсыздар ма? Менде ғылым, білімдер, батыстың білімдері бар, Европаның білімдері бар. Мен Ресейден білімдер алдым. Мен Қазақстандағы қаншама наставниктерден наставничество алдым. Және де исламға келіп, ислами білімдер алдым. Менде комбо просто, не дейді? Қазір айтады, интегративный врач дейді, вот интегративный коучпын. Күнде қандай сұрақ бар? Маған негіз айтқан жаңа Сәкең айтып кеткен, шай дейін де бер, қазір келеміз шай дейін де қойды. Тойдан келеді қазір кісілер, Алматыдан кісілер келеді. Бүгін үйде түсте қонақ болдым. Кешке тойға бардық. Қазір ол кісілер үйге келеді, маған шай дайындап қой деген. Бұл жерде отырып алып сайрап отырмыз сіздермен, осы бір керемет состояниемен сіздерге жарты сағат болса да, мейлі 40 минут болса да, пайдалы ақпараттармен, жаңағы тойдағы әйелдердің сөздері, состоянияларымен анандай жерде көремін, просто мен көтеріп жүреді. Каждый әйелді барып, прям оятқым келеді. Сұрақтарыңыз болса, давайте бір-екі сұраққа жауап берейін. Сосын эфирді тамамдайын. Сондықтан да Қызылордадан қыз-келіншектер ертең сағат 11-де топтық терапия өткіземін. Топтық терапия, яғни масштабқа шығамын, өзгеремін, өзімді танимын, ішкі менімен, ішкі үніммен байланысамын деген қыз-келіншектерді өзімнің офлайн форматта. Неге офлайн? Өйткені офлайн форматта прям мощный ана энергетика ше, настолько мощь, мен прям қаншама әйелдердің настолько осознанно шығып жатқанын көргенде мен просто қуанамын. Ойды қалай өзгертуге болады? Айткүл ханым, ойды қалай өзгертесіз? Ойды өзгертесіз. Керек емес бірінші ойлардан арылу керек. Түсініп тұрсыз ба? Керек емес ойлардан арылу керек. Ойды қалай өзгертесіз? Не үшін айтып отырмын? То, что настолько мен қаншама жылдарымда құрттым, ойды өзгертесіз. Мен қазір айтам, ол бәрібір жұмыс жасамайды. Пока сіз ана ескі ойлардан арылмайынша. Значит, ойды өзгерткіңізге отыр. Сізді мазалап жүрген ой бар ғой, керек емес ойлар бар ғой. Сізді мазалап тұрған, мазалап жүрген. Сол ойларда просто арыласыз, болды. Ол қалай? Ол арнайы маманға келіп, через терапия, проработка арқылы, консультация арқылы. Жеке қабылдау қанша? Дайрекке жазыңыз, шапка профиліға жазыңыз. Қыздар бар, жауап береді. Hello дейді.
ал керек болса шетелдің де адамдар бар, менде hello дейді. Қызылордадансыз ба? Я, Нұргүл ханым, Нұргүл Алиева. Я, Нұргүл ханым, мен Қызылордаданмын. Терапиямен келеді. Түсінбедім. Терапияға келемін дейсіз ба, Мадина ханым? Дайрекке жазыңыз. Ол жерге айтып отырмын, орын саны шектеулі. Ертең сағат 11-де 25 сәуір сағат 11:00-де топтық терапия болады. Қызылорда қаласында офлайн форматта болады. Давайте сұрақтарыңыз болса, мен 1-2 сұраққа жауап берейін. Сосын тамамдайық. Қазір үйге қонақтарым келеді тойдан кейін. Шай дайындауым керекпін. У меня жаңағы мамский, келінский, коуческий дегендей. Настолько я люблю себя, боже мой. Как же ше, сәлеметсіз бе, бағасы неше теңге? Офлайн топтық терапия 15 000 теңге. 15 000 теңге. Пока сіздер жазылып үлгіріңіздер. Бұның бағасы құны өседі. Алдағы уақытта өседі, сондықтан да бұл мүмкіншілікті пайдаланып қалыңыздар. Жеке онлайн қабылдайсыз ба? Әрине қабылдаймын. Онлайн менде Алматыдан клиенттерім бар, наставничествода, Астанадан бар клиенттерім жұмыс жасайтын. Қимай отырмын. Мадина ханым, Қызылордадан болсаңыз, no problem. Кездесуге мүмкіншілік бар. Ешқандай вопрос жоқ. Шешімді қабылдайтын өздеріңіз, ханымдар. Өзгеремін, дәл осы эфирді көріп отырсыз ба? Значит, сіз тектен-тек көріп отқан жоқсыз. Значит, сіз өзгеруге дайынсыз. Сіз сұраған шығарсыз Алла тағаламнан. Я, жаратушы Аллам, мен өмірімді өзгертші. Мен бақытта, махаббатта өмірді сүргім келеді. Бай өмірді сүргім келеді. Менде саяхаттағым келеді. Менде әдемі үйде тұрғым келеді. Менде бақытта, махаббатта өмірді сүргім келеді деп запрос жіберген шығарсыз, я? Вот жаратушы Аллам, Гаухарға бар деп мүмкін мені сізге знак қылып жіберіп тұрған шығар, я? Сондықтан да бұл эфирді көріп отырсыз ба? Мен вообще жоспарлаған жоқтым. Вообще мына үйге кіргенше дейін бұл эфирді жоспарлаған. Үйге кірдім, прям у меня внутри прям анау шыққым кеп тұр да. Мен өзім баяғыда мамам айтатын еді, осы қыздың арқасы бар деп ше. Осындай арқам бар, ұстап кететін. Күйеуімнің өзі таңғалады. Ей, басыл деп. Арқам болса, биді де билеп кетем, өлеңді де айтып кетем. Осылай сайрап кетемін. Сондықтан да бұл сайрауының өзі тектен-тек емес. Значит, сіздерден бір запрос болып тұр. Әні шетелдің адамдарда хай деп жатады. Онлайн қабылдайсыз ба? Я қабылдаймын, қимай отырмын, сұраймын ғой. Вот, сұрайсыз ғой, сұрасаңыз, значит, тектен-тек көріп отқан жоқсыз бұл эфирді, Мадина ханым. Сондықтан да не айтамын, баршаларыңызға да қайырлы кеш тілеймін. Түнгі ұйқыларыңыз тыныш болсын, әрбір жасаған дүниелеріңіз бақытта, махаббатта, игілікте болсын, жүрген жерлеріңіз нұр болсын, басқан қадамдарыңыз құт болсын, әрбір сөйлеген сөздеріңіздің барлығы қасиетті, қадірлі болсын. Қайда жүрсеңіздер де абыройда болыңыздар, еңселеріңіз тік болып, маңдайларыңыз жарқырап, көргендеріңіз сұлулық болсын, дәмдеріңіз сондай бір тәтті сүйкімділікте болсын деймін. Өздеріңізді сүюге, сүйсінуге, сүйікті болуға әрқайсыларыңыз лайықтысыздар. Өздеріңізге рұқсат беріңіздер. Махаббатта өмірді сүруге, бай өмірді сүруге, берекелді өмірді сүруге рұқсат беріңіздер. Қызылорда қаласы 25 сәуір, яғни ертең сағат 11-де топтық терапиямда сіздерді күтемін. Толық ақпаратты алу үшін шапка профиліға өтсеңіз болады. Не болмаса дайрекке 9 сан жіберсеңіздер, сіздерге толық ақпарат беріледі. Жақсы, сау болыңыздар. Рахмет. Баршаларыңызға да алғысымды білдіремін. Тілектеріңізге рахмет деп алғыс айтып атқан әрқайсыларыңызға, кері байланыстарыңызға алғыстамын. Жақсы, сау болыңыздар.